көрермен, біз енді әрі қарай жалғастырайық, және жалғастыру үшін ортаға Расулбекті шақырамыз. Қалайсыз, Расулбек? Кеш жарық баршаңызға. Бізде керемет, сізде де жалпы жақсы сияқты. Иә, барлық күшті. Рухая қалай? Рухая жақсы, сөйлесіп тұрмыз, күнде хабардамыз. Шақырамыз ба? Шақырайық, иә. Рухая, келіңіз. Рухая, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Жайғасыңыз. Ой, құлпырып тұрсыз, ерекше болып тұрсыз. Әр келген сайын сіз өзгеріп келетін сияқтысыз. Өткен жол шашыңыздың түсі де басқаша болды, иә? Иә. Ой, әдемі болып тұрсыз, қалай өзгерсеңіз де. Расулбек, не айтып жатсыз? Жоқ, шашымды боятуым керек еді, қараға деп жүрген ғой. Сұрап жатқым ғой, қашан үлгердің деп ше. Әйтпесе күнде сөйлесіп Жаласы пысық, үлгеріп барлығына эфирге де сұлу болып келіп отыр. Расулбек, кездесу болған шығар? Кездесіп қайтыпсыздар, әдемі кездесу. Бұл бір кездесу, иә? Иә. Біз енді Рухая денсаулығына байланысты кішкене ауырып қалды, бірақ біз бәрібір қанша жерден жаңағы не болсақ та қолымыз тимесе де біз телефон арқылы сөйлесіп жүрдік, сөйлесіп отырдық. Жалпы бұл қыз не істеп жатыр, мен жалпы не істеп жүрмін барлығын жалпы бір-бірімізден мәліметтерді алмасып отырдық. Рухая, сауығып кеттіңіз, ауырып қалыпсыз ғой? Иә, қазір жақсы, бәрі шүкір. Бәрі дұрыс, иә, қазір? Иә. Одан кейін сіздер өткен жолы келгеннен бері енді біраз күн өтті. Кездесу бір-ақ рет болды ма сонда? Иә, сол кездесуден кейін ауырып қалған болатын, сол үшін кездесе алмай қалдық енді. Алдағы уақытта Құдай қаласа болады деген ойдамыз, керемет кездесулер. Ал кездесу болды. Енді Расулбек өзіңіз бастап айтсаңыз болады. Рухая қандай қыз, қызығушылықтары қандай дегендей. Баласаған өте жайлы қыз. Әңгіме айтсақ жалықпаймыз, бір-бірімізден әңгімеміз ұзаққа, 1-2-3 сағатқа дейін созылып кетеді. Мен келген үміткерлерім ішінде енді қанша қыз келді ғой, бірақ ешқайсымен түнгі сағат 2:30-ға дейін телефон арқылы 3 сағаттап, 2,5 сағаттап сөйлеспегем. Бірақ бұл қызбен сондай дүниелер болады. Күн сайын демесем де бір жиі жалпы сөйлесіп бір-бірімізді іздеп тұрамыз солай. Өйткені әңгімеміз бір-біріне түйіседі, бір-біріне ұштасады. Бұл кісінің жаңағы Рухаяның әңгімесі маған қызық, менің әңгімем Рухая қызық, сондай дүниелер орын алып жатыр. Қазіргі кезде өте жаңағы әдемі дүниелер болып жатыр біздің ортамызда, және бұл кісінің үйінің іші де жақсы көзқараста қарайды екен біздің таныстыққа. Анасымен кішкене бір ауыз тілдесіп қалған болды. Ой, жылдамсыз, Расул. Иә. Анасымен қалай тілдестіңіздер? Видеомен, Жоқ, негізі мен телефонмен сөйлесіп жатқан тұғым ғой. Сол кезде енді анаммен отырып шай ішейін деп жатқан кезде айтты да енді бір ауыз амандаса салайын дегенде болып сол кезде сөйлескен бар енді. Анасымен бірге шай ішіп отыр екен да. Енді менімен сөйлесіп отқанды біліп отыр. Егер мен үндемей қоя салсам, енді өзім сәлем айт деп қойдым, бірақ үндемей қоя салсам, бір жағдайын сұрамасам, бір дұрыс емес сияқты болып көрінді да. Анаңа берсең бір ауыз аман түгел алсам деп айттым. Бұл да жоқ деген жоқ, сөйлестік. Иә, бәрі жақсы. Ол кісі де енді бізге бақыт тілеп жатыр. Негізі. Жақсы екен, біз әрине тек қуаныштымыз. Рухая, енді сіздің тарапта қалай болып жатыр? Айтсаңыз өзіңіз, сіздің көзқарасыңыз қалай болып жатыр? Расулбек айтып жатыр ғой, 2 сағаттап әңгімелесу менде бұрын болмаған деген. Сіздің бұрынғы қарым-қатынастарыңызбен енді салыстырып деп айтпай-ақ қояйын. Бірақ қазіргі ахуал қандай? Иә, жалпы бастамасы жаман емес. Мен ойлағаннан да жақсы негізі. Жақсы сөйлесіп жүрік шынымен деп. Іздеп сол андай бір күні настроением болмаған, мен сол кезде барынша настроениемді көтеруге тырысты енді. Қасымда болмаса да по телефону ше өзі. Андай позитивный адам да. Не айтты екен деп ойлап отырмын, көңіл кеңізді қалай көтерді екен деп. Жоқ, қазір айтып бересіз, бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз.
Енді әрине мен сіздің отбасыңыз жайлы, ол кісілердің көзқарасы жайлы қазір сұрағаным орынсыз ба әлде қалай деп сұрап ойлап тұрмын негізі. Расулбек, өзіңіз айтсаңыз. Оны кейін айтсам, Әзірге ол тақырып Әзірге, қозғалмады, қозғалмай сіздерде? қойса, қазірде болашақта енді Алла амандық беріп барлығы жақсы болып бір-бірімізді түсінісіп жатсақ, ондай дүниелерді өзім айтамын ғой негізі ортаға шыққан кезде. Қазіргі кезде Баласа ханым, бірақ мен ойымша бұл әділетсіз сияқты да. Себебі қыздың анасымен сөйлесіп қою деген, ол қыздың анасына үлкен үміт береді. Мынау менің болашақ күйеу балам деген сияқты сөйлесіп тұр ғой. Ал Расулбекке жай ғана бұл сөйлесе салу болып тұр да, немесе Әсем мен Упучукты жаңа қызғандыру, міне сендер таныстырмадыңдар, мен таныстырып жатырмын ата-анаммен деген сияқты, танысып жатырмын қыздың ата-анасымен деген сияқты. Бір андай жай көрсету мақсатында ғана жасап жатқан сияқты. Әйтпесе ертеңгі күні жылап қалатын осы қыз, жаңағы жүрегі ауырып қалатын осы қыздың анасы да, бұл нәрсе дұрыс емес сияқты. Расулбек, сен өзің ата-анаңмен таныстырмайсың ба? Ол қыздың да ата-анасымен хабарласпауың керек еді. Жаңағы шай үстінде хабарласып қалсаң видеомен, жарайды, ас болсын, кейін хабарласам деген сияқты дұрысырақ болар ма еді таныстық кезінде, тем более бірінші рет екеуің кездесіп көргеннен кейін деп. Зарина, сенің түсінігіңді білмеймін, қазір айтып жіберейінші, Шаке, өтініш. Зарина, енді сенің түсінігіңді білмеймін, бірақ менің түсінігімде ол қандай адам болсын, ол мүмкін таңсықта қыз болсын, мүмкін басқа дос балам болсын, үлкен кісілердің қал жағдайын сұрап, аман түгел алысу, ол өте орынды дүние деп ойлаймын менің түсінігімде. Және ол дүниені сен айтты екен деп мен тоқтатып қоймаймын. Жоқ, сен өмірде көріп қалдың ба ол кісіні? Өмірде көрген жоқсың ғой. Сен шай үстінде звондадың, сен білдің мамасымен отырғанын. Содан мамасына бір жағымпазданғың келді ма, мамасына жақсы көрінгің келді ма? Ол жаман ба негізі мамасына жақсы көріну? Қыз сен туралы жақсы әңгімелер айтсын деген нәрсені айту мақсатында, міне менде барлығы керемет, мен Әсемсіз қайғырып жүрген жоқпын деген нәрсені дәлелдеу үшін ғана бір сен сөйлескен сияқтысың. Жоқ, мамасына жақсы көріну үшін әрекет жасау сенің ойыңша дұрыс емес пе ол? Қазір ерте. Неге? Қазір ерте қыз баласына сен көп үміт беріп қоясың. Біздер қыздар онсыз да адалынан ойлаймыз да, бір жігіт бізге үміт айтып сезім білдіріп жатса, біз деген үйленіп бала шағалы болып жатқан ойлаймыз. Қыздардың ойлау жүйесі сондай. Ал жігіттер, сіздер бір вариант сияқты ғана қарай саласыздар. Жоқ, ол маған келіп тұрған бір үміткер. Жоқ, неге арам ойлайды? Қатысушылар болсын, барлығы неге арам ойлайды? Неге дұрыс ойламау керек? Болашақта жақсы болып кетер барлығы. Мен жауап берсеңші до конца. Не болашақта барлығы жақсы болып кетер, бір прогресс болар. Жаңа Балауса ханым айтты ғой, енді болашақта жақсы болып кетсе, неге сол сияқты пікір айтпасқа? Неге барлық нәрсені жамандыққа, бытыс болып кетеді, бұзылып кетеді? Мен сөзім бітірген жоқпын, Зарина. Сондай нәрсеге неге тіреп қою керек? Тікелей сұрақ. Сен қазір сөзбен ғана мамасына видеоға көрсетіп тұрсың да, неге іспен көрсетпейсің? Дәлелде, махаббатыңды дәлелде көрсет, кездесіп. Сен өзің сөзіңе өзің секіріп кеттің. Жаңа айттың ерте дедің, ал қазіргі кезде сен айтып отырсың, давай танысыңдар бар деп. Қатты дәлелдегің келіп жатса, показуха емес, іспен көрсет. Дәл қазір дәлелдеуге ерте деп ойлаймын мен. Сонда мамасымен сөйлесуде мен үшін ерте екен. Рухая, сәлем. Мындамын, қош келдің. Мен негізі ойлаймын да, Балауса ханым, ол жай ғана бір тәрбиеліктің белгісі деп. Өйткені Расул телефон тұтқаның мына жағында. Енді кім Рухая ар жағында болғанын, жанында мамасы болғанын, ода тұрған ештеңе жоқ. Мамаңмен бір амандаса салайын деген сияқты. Ол кездесуде мен де болған болатынмын. Расул сұраған болатын, мобилорг болып берші деп. Түсіріп, жандарында жүрген болатын. Негізі ашық, күшті, екеуі бір жақсы сөйлесіп, бір түрлері де ұқсайтын сияқты маған бір жарасымды. Оны бір кішкентай бірдеңеден бізге әйтеуір бірдеңе тауып алу керек қой. Постоянно айтатынымыз негатив, наоборот, бір қолдау көрсеткеніміз дұрыс па деп есептеймін. Мен дұрыстап ашық түрде айтып жіберейінші, бір ауыз былай болды. Біз Рухаямен телефон арқылы сөйлесіп отырдық. Бұл кісінің қасында мамасы жүрді. Мамасының дауысын естідім, жаңа бірге мамасы екеуі сөйлесіп отырды. Мен ойлап қалдым, мен қазір дәл солай сөйлескенім, аман түгел алысқаным өте орынды деген түсінік қана болды. Енді мен содан кейін ол нәрсені істедім. Және ол нәрсе үшін мен өкінбеймін, керісінше менің түсінігімде ол өте дұрыс. Балауса ханым барыс айтып отыр да, енді ол тәрбиелік бірдеңе деп үлкен кісінің әңгімесін айтып тұрды. Бірақ та енді сен екеуің бірге может клубқа барып жүргеннен кейін солай бір-бірін қолдап тұрған шығарсыңдар. Бірақ та енді осындай тәрбиелік деген сөзді бір лайықты біреу айтса мейлі деп тұрмын да, барыс емес. Басқа бір лайықты біреу айтса кішкене орынды дер едім. Барып енді қыздармен көңіл көтеріп билеп жүргенде адамдарға кішкене тәрбиелік мәні бар, тәрбиелік нәрсе ғой деген кішкене ертерек сияқты. Кім айту керек? Бұл артын ашу деген нәрсе емес, просто кішкене сөзге лайық болған бір орынды сияқты бұл жерде. Жоқ, тұра тұр, басқа кім айту керек? Барыс өзінің пікірін айтып отыр, жарайды. Адам баласы болғаннан кейін ондай дұрыс емес әрекеттер болатын шығар, пенделікпен. Бірақ жөн түзу әңгіме айтқанның бәріне сен бүйтесің, сен айтпа, сен үйтесің, сен айтпа деген ол қаншалықты орынды? Сен қателеспейсің бе мысалы? Жоқ, қателесеміз ғой. Онда не үшін айтып отырсың? Ол пікіріңді жиыстырып қойғанда. Сосын жиыстырып қой емес, қара. Сосын негізі андай нәрсе екен.
егер де барыс бар ғой, сол ісіне өзі сөзіне лайық болса, мен айтар едім, тәрбиелік, қараушы, тәрбиелік, ағалық бір ақылы болатын болса, ол істі істемесе егер де, мен түсінер едім. Бірақ жиыстырып қой бірдеңе деген әңгіме кішкене ұяттау емес пе өзіңе негізі? Сен жарайды, негізі бардың ғой, ондай жерлерге. Қай тараптан? Тікелей айта бермеші, тікелей сұрақ. Жоқ, сен менің бастығым сияқты, сен неге ол жерге барасың, не үшін бардың, қалайсың? Мен не үшін бардым деп тұрсың, менен спрос қоятын мысалы. Жақсы, қарашы, негізі баласағам андай сөз бар екен. Расул кішкене біздің жігіттердің артынан кішкене әңгіме айтып жүр екен, естуім бойынша да енді. Кішкене алдындағы бір случайлар болып қалды, содан кейін Қосаяқтың балалары, сол жақта отырған балалар маған әңгіме айта алмайды деген сөз бар екен. Мен одан кейін специально осы Расулға шыққан кезде әңгіме айтып тұрмын да. Кішкене енді Расул одан келіп біздің бетімізге айтса ол нәрсені. Оны Расул біреуге айтқан ба? Расул біреуге айтқан ғой, сол арқылы бізде келіп тұр да енді. Расул сол айтып жүр екен деген сияқты ше. Әдейі мен Расулға тигізіп айтып бар ма тұрмын ол жерде? Енді дәлел кім Аудионан айтқанын айтпай ақ қояйын, аудио ештеңе жоқ, бірақ та Расул өзінен сұрайыншы жарайды тікелей. Сен неге сен кәдімгідей қатты сұрағыш болсаң, сыртқа шақырып алып, сен не үшін айттың? Мен не істеймін? Мен вообще түсініп тұрған жоқпын, сен кімді айтып отырсың, не айтып отырсың деген. Мен баласаған мен жауап бере салайын. Айт енді, яғни ондай әңгіме болған жоқ па? Не әңгіме? Мен түсініп отқан жоқпын сен. Енді Қосаяқтың балалары, осында отқан балалар кішкене маған сөйлеуге кішкене қаймығады деген әңгіме рас па өтірік па? Кімге айтыппын мен? Қашан? Жоқ, рас өтірік. Мен есімде жоқ, кімге не айтқаным шыны керек. Былайша жігіттер, Бекзат дәл осы тақырыпты Расулбек екеуіңіз өздеріңіз сыртта сөйлесіп шешіп аларсыздар. Жақсы. Оны Рухаяға ешқандай Дұрыс, енді Бекзаттың айтқаны дұрыс, енді Баласахан, мен ойлаймын да, негізі микрофонды бір иманды, арт таза жігіт алып, сол сұрақты қойса, мен жауап беретін едім. Егер өзі таза болатын болса ше. Сонда жігіттер бидеді иманды дейді. Сонда сен мен имансыз деген келіп тұр ма? Сен иманды деген екенін білесің бе өзің? Сен білмейсің, сен клубта жүрген бәлегенсің ғой. Бекзат, мен артық айтсам, қазір ұялып қаласың. Сол үшін керек емес деп ойлаймын. Қоя салайық. Ұялып қаласың, айтшы ал. Айтшы енді. Қой, мен сенің уровеніңе түспеймін, Бекзат. Сен итаки мен уровеньде емессің ғой, итаки. жігіттер Сен түсіңде жетпей қалайын тұрсың ғой уровеньде. не әңгіме? Салғыласу болып баратыр сіздердікі. Және қанша күннен бері мен өткенде айтып едім ғой, сіздерге шешіп алсаңыздаршы. Өйтіп ренжіп, пікірдің арасында бір-бірлеріңізге Баласахан, мен бұл жерде жай ғана өзімнің ойымды жеткізіп отырмын. Енді Баласахан, мен тарапына Бекзат тұра тұр. Жақсы айта бер. Мен сені бөлген жоқпын. Бекзаттың тарапына сөйлеген жоқ. Өткенде де тура осындай жағдай болатын. Бекзаттың тарапына сөйлемеген, Бекзат өз қайтадан қыстырылып отыр. Бүгінде екінші рет осы қайталанып отыр. Жақсы. Баласахан, мен өзім көріп отырсыз. Мен бұл ішіндегі жеккөрінішілік барынсқа деген жеккөрінішілік емес, бірақ просто өзің сөзіне лайық болса екен деп айтып тұрмын да, бұл нәрсені білетін болғаннан кейінше, әйтпесе мен жеккөрінішілікпен сен барыс, сен андайсың ғой деп айтқан жоқпын. Просто егер де сөзіңе лайық болсаң айтшы деп жатырмын. Әйтпесе саған ешқандай қатысым жоқ менің. Егер сен өз сөзіңе лайық болатын болсаң, Бекзат, мен саған қалай айтсам екен? Егер сен маған пікір айту үшін, Бекзат, мен саған бірдеңе істеп тиісуім керек. Мен сені түртіп кетуім керек. Бұл жерде айту керек екен, микрофонды алып бір эфирда көрініп қалуым керек екен деп, барды да жоқты да тыға беруді. Жақсы көріндім бірақ, негізі. Жоқ, мен енді білмеймін оны. Мен енді бұл кісілердің арасында не болғанын білмеймін, мен не үшін ұрысып отқанын өздері шешіп алар, бірақ просто менде тікелей бір сұрақ болып тұр да Бекзатқа. Жаңа Бәкең айтып жатсың ғой, сен деңгейден түссең де менің деңгейіме жете алмайсың, көтерілсең де деп. Ол не үшін айттың? Бір артық бір қылығы болды ма? Нақты фактпен айтсақ. Айтпайын. Или личный прязм ба не? Жоқ. жігіттер жақсы, деңгей туралы әңгіме айтпай ақ қояйық. Баласахан, бір соншалықты алып бара жатқан мәселе жоқ сияқты. Өздеріңіз жай ренжісіп жүрсіздер ме, шешіп алыңыздар жарнамада. иә, негізі қош келіпсіз. Енді бұл жерде бағанағы әңгімеге қарай қайта оралатын болсақ, жалпы мен Заринаның айтып отырған пікірімен толыққанды келісемін. Себебі Расулда расымен де байқалады андай нәрседе. Енді Расул, сен алып ұшпасын, сенің сезімдерің де сондай. Сен қатты бір көресің да қызды. Болды, андай болады бір ұшқалақ, мен көресін, болды, осыны алам, осыдан басқа ешкімді көрмеймін деген әрекет істейсің да, одан кейін өзің сол нәрсе үшін өкініп отырасың. Мен бір Зарина сен жек көргеннен айтты деп ойламаймын. Бәлкім саған жаны ашып, бұл қызға жаны ашығаннан кейін айтып отырған шығар деймін да. Себебі мысалы бұл кісі саған келгеніне бір аптаның төңірегі ғана болды. Екеуіңіз бірінші рет кездесіп жатсыңдар. Сен андай бір мақтанышпен айтып отырсың да, мен мамасымен танысып алдым деп. Бірақ ол нәрсеге расымен де әлі күнге дейін ерте деп ойлаймын. Себебі сен таныстықты бүгін немесе бұдан кейінгі шыққан кезіңде тоқтатып тастауың мүмкін, сенің қызығушылығың тоқтаған кезде. Бірақ бәрібір бұл қыздың бұл жерге келгені, одан бөлек сенің жаңағы енді оның анасымен танысқан сол нәрселердің барлығы қыз баласына әңгіме болып тимесін деген мақсатта айтып жатыр. Бірақ негізі расымен де ойлаймын, Расул кішкене андай сияқты, именно сезімге келгенде тез өмір сүретін сияқтымын деп ойламайсың ба? Қалай сонда? Қалай?
тез өмір сүру тез да мысалы жоқ андай ғой 69 рет түсіндіресің жоқ мынандай да Жоқ, просто ұзақ бір түсіндірдім, қызды түсінбей аласың қалдым бір қызды сен мысалы аласың сен оны ұнаттым дейсің одан кейін ол қызбен сразу өзіңнің ата анаңды таныстырып тастайсың или ол қыздың ата анасымен танысасың одан кейін тағы шамалы кездесіп жүресің да қыздан бір қылт еткен моментінде болды мен мына ойынның ішінде жоқпын дейсің да тұрып кетіп қаласың и обратно осы нәрсе айнала береді каждый раз бір енді жыл қара болды былай ғой неге менде просто андай түсінікті мен барлық нәрсе енді құдайдың бұйрығымен болады ғой сондай дүние болса енді алла тағала бұл нәрсені хайырлы қылып тұрса ол нәрсе тез тез болып кету керек алла тағала бір сәтін салып жіберу керек сол нәрсеге мен просто әрекет жасаймын ал ол нәрсе болмай қалды ма значит ол үшін ол маған хайырсыз деген дүние да Хайырсыз соны деген тікелей. дүние- мен солай өмір сүремін ол менің өмірлік ұстанымым білем ғой ол сенің өмірлік ұстанымы екен бірақ мынандай нәрсе ғой сен қатты өзің аузыңды толтырып мен 100%-ға сенімдімін болды осы адамды мен алам деген сөзіңе де бізге сенуге болмай ма бұдан кейін сенбе деп айтасың ба бәрімізге не үшін просто өзің айтып тұрсың ғой хайырлы болса болды болмаса болмады басқа енді дұрыс қой енді хайырлы болса болды болмаса значит ол менің адамым емес деген сияқты қатысушылар менің ойымша Жоқ, жаңағы түсінбедім емес. ана мен танысты дегенге байланысты бұл бір танысу емес қазір көрермен де түсінбей қалады ол тіпті видеомен де танысу емес жай ғана сіз айтып отырсыз ғой ас үйде сөйлесіп жатқан кезде ыңғайсыз болмасын дегендей мен бір амандаса қояйын деп бір ауыз амандасқаны жай ғана телефонмен иә Иә. солай ғой. Балсаған Дәл бұл жерде солай, қоса дәл кетуге солай. болады менің ма? ойымша оны бір таныстық деп айтуға Балсаған иә соны айтайын деп едім негізі жай жаңағыдай қыздың ол жерде шынымен де ешқандай таныстық емес просто жағдайын сұрап жатыр бір жағынан анам да сразу тұрмысқа шығып кет осы адамға деп айтып жатқан жоқ қой просто ол амандасып қалды да енді ода тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын мен Жоқ, бір жағынан маған- приятно стало и оған да бір жақсы болып қалды да енді Жоқ, сен ақталма просто олай. таныстық болғанымен де жоқ ақталма таныстық емес ол таныстық болмады иә базар жоқ бірақ ол таныстық болса не болыпты дегендей ғой балауса ханым не болады екен мысалы? таныстық болса онда мен де мысалы сұрар едім расулбек асығыс деп ойламайсыз ба дегендей себебі енді анасымен танысып бәрібір де қыздың өмірі бар жаңағыдай үміттеніп қалса дегендей мен бәрібір де сұрар едім әлі жұп емессіздер ғой дегендей ал қазіргі сөйлесіп тұр телефонмен деген менің ойымша онда тұрған ештеңе жоқ сияқты Балсаған сол мен де айтайын деп тұрған сол нәрсе жаңа қыздың артына сөз келуі мүмкін қалып кетсе ол нәрсе қайтадан айтыла беруі мүмкін деп ше просто мен түсінбей тұрған нәрсем не үшін бұл жерде бәрі расулды ғана кінәлап жатыр хорошо ол нәрсенің дұрыс емес екенін түсінсе мысалға ше айтады да молданың істегенін істеме айтқанын істе дейді да және де осы жерде айтыла кететін нәрсе бұл мына қыздарға жұмыс дұрыс болмаса ол нәрсе ана қызға ол дұрыс болып тұр да егер ол өзі дұрыс емес екенін біліп тұратын болса ол ата анасымен өзі де таныстырмайтын еді өзінің де миы бар ғой ол нәрсенің бәрі расулдың мойнындағы жауапкершілік қана емес деп ойлаймын жоқ тем более рұқсат сұрап тұр да бұл кісі менен өзі бірінші рұқсат етесің бе былай жағдайын сұрай салайын деген сияқты қылып рұқсат алды бірінші сосын жақсы дедім ода тұрған ештеңке жоқ мен үшін нормально Просто ана сөз болды ғой балауса ханым Иә. бақыт тіледі бізге деген сөзі бар ғой мен сол есімде қалып қалды да ата ана қандай кезде бақыт тілейді осы жарасып кетіңдер енді күшті дос болып кетіңдер демейді ғой естественно любой ата ана жарасып кетіңдер бақытты болыңдар қызымның үмітін ақта деген сияқты бір ниетте айтқан шығар деп ойладым да мен рухая бұл жерде сізді ғана ойлап тұрмын сіздің расулбек деген жаман бала демеймін бірақ сезіміңіз андай қатты жүрегіңіз ауырып қалмасын осы орындықта талай қыздар жылап кетті ғой расулбектен басқа негізі үміт беріп қояды басқа жігіттер жақсы көрем деп айтып қояды да түсінбей қалады да мына әлем қандай жақсы көрем деген сөздің салмағы қандай болып кетті деп түсінбей жатады сол үшін сізді уайымдап айтып жатырмыз көңіліңізді сіздің ойлап кірбің түспесін ақ көңіліңіз жаман болып қалмасын деп айтып жатқанымыз ғой жоқ енді мамасы енді расулбек онша емес бала бақытты болмаңдар деп айтпайды ғой енді сарина енді жоқ енді сен оразғали ойлансай өзің қалай жоқ дұрыс қой бақытты болыңдар деп айтып жатқан сөзінде қалып кеттім деп жатсың да ол сөзде қалып кетсең значит просто ол ақ батасын берді жолын ашып берді қызының болды сонымен әңгіме бітті ғой. нет ода емес мәселе ода емес бақытты бізде болыңдар деген мәселе неде болып тұр соны айтып беріңізші бізде Қараңызшы, жарнама бақытты жарнамадан болың. кейін жалғастырамыз құрметті көрермен жарнамадан оралдық жандос ортада қазір сыйлық кімге екенін білеміз оған дейін соңғы белгі жансаяның қолында жансая Қандай мақсат? Ринат, қандай мақсатта ұсыныс жасадың түсінбедім. жақсы жандос кімге сыйлық Иә, бұл сыйлық Заринаға, қолдаушыларға. келіңіз Зарина
Зарима, мың қараның ішінен менің таңдап алған аппағым. Өмірімде қолдаушы болып көрмеп едім. Сендей қазақтың бір қызын қолдағаныма қуаныштымын. Аман жүр, адал қолдаушың Атыраудан Әсет әпке. Рахмет, сізге Алла разы болсын. Мен де сізді жақсы көрем. Көп рахмет. Ой, жарайсыздар, үлкен рахмет. Жайғасыңыз. Расулбек енді ресми түрде анасымен таныстық болған жоқ, телефонмен тек амандасу болды деуге болады. Дәл солай, иә. Егер де сіздерде бәрі жақсы болып жатса, мүмкін ол күннің де ауылы алыс емес шығар. Тіпті анасының есімін де білмейді екен, негізі шыны керек ше. Ол таныстық емес, просто аман түгел алысу деп айтып кеттім ғой басында. Аман саулық сұрасып, хабарласқаныңыз ғой Дәл сол солай, кезде. дәл солай. Таныстық жалғаса ма? Таныстық жалғасады бізде. Таныстық жалғасады, жақсы. Рухая, келгеніңізге үлкен рахмет. Сізді шығарып салайық.